Сәлем достар, балғаймақ арнасына қош келдіңіздер. Осындай қара өріктен әдемілеп пластила дайындайтын боламыз. Қазір қара өріктің сезоны болғандықтан осындай өріктерімізді әдемілеп жуып, ішіндегі сүйектерінен ажыратып алып, осындай түбі қалың ыдысқа салып, газға баяу отқа қойып, бір қайнатып аламыз. Араластырып отырып, бір қайнатып алғаннан кейін, осылай блендердің көмегімен әбден ішіндегі қабықтары ұнталғанға дейін осылай блендермен соғып алатын боламыз. Мінекей біздің өріктеріміз әбден ұнтатылып алғаннан кейін енді осы қара өрігімізге 2 ас қасық бал саламыз. Мен осындай табиғи бал салдым. Табиғи бал салып, әдемілеп ыссы күйінде араластырып аламыз. Мінекей біздің пластиламыз дайын болды. Енді әбден ерігенше балымыз осылай былғап аламыз, түбінде қалып қоймау үшін. Және осындай пергамент қағазын жайып, противенге осылай пластиламызды құйып шығамыз. Сіздерде осындай поклан қағазын пайдаланған дұрыс, өйткені ол өзі силикондалған, құрамында жабыспай жақсы алынатын болады. Мінекей пластиламызды жұқалап жайып, осындай духовкамызға салып, ең аз қызуына қойып, мен 100 градусқа қойдым. Менікі әсел пеш 100 градусқа қойып, осылай 2-3 сағатқа, болмаса 7 сағатқа дейін тұрып, осылай кептіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пластиламыз дайын. Егер менің осы видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны қойып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда қызықты видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей осындай біздің пластиламыз дайын болғаннан кейін, қайшының көмегімен осылайша ұзынша етіп қиып алатын боламыз. Және қиып алған пластиламызды түтікше ретінде орап, осындай дайын пластила кәмпиттеріміз дайын болды. Бұл өзі дәмі керемет. Шаймен ішкенде қысты күні жаздың дәмін сезіп отыратын боласыз. Сіздер де жасап көріңіз. Дәмі ерекше тәтті. Бұны айтып жеткізу мүмкін емес. Ас болсын сіздерге де.